Қыздар, егер сіздің көтеретін заттарыңыз жеңіл болатын болса, ол баланың киімдері, шақшылған ойыншықтары, онда аяғыңызды бүкпей-ақ түзу арқамен көтеріп алуыңыз мүмкін. Бірақ бұның маған ұнайтын екінші варианты бар. Ол бір аяққа тірек жасау. Яғни былай. Тұру барысында бір плюсы аяқты да шынықтырып аламыз. Ал егер қыздар көтеретін жүгіміз ауыр болса, немесе бала болса, айтып кеткен техниканы қолданамыз. Жамбас артқа кетті, салмақ табанға түсті, арқамыз түзу. Енді баланы көтеру барысында егер де 3 ережені сақтасаңыздар, қыздар, омыртқаларыңызды сақтап қаласыздар. Біріншісі, баланы көтеру барысында кіндікке, яғни центрға жақын ұстау. Сонда екі қолға салмақ бірдей түседі. Екінші ереже, баланы көтерген кезде мүмкіндігінше денеңізге жақын ұстауға тырысыңыз. Сонда ағза арқаны ұстап қалуға күш кетірмейді. Үшіншісі, баланы көтердіңіз, енді вертикальды қалыпқа оралу үшін біз ең басты ағзамыздағы ең мықты бұлшықет, жамбас бұлшықетінің глютеус максимус, немесе көтен деп айта берейін, өзіміз ғой, осы бұлшықетті қолдануымыз керекпіз. Міне, баланы көтеріп келе жатырмыз, арқаңызды қолданбаңыз, омыртқаны қолданбаңыз, көтеннің бұлшықетін жиырыңыз. Сол уақытта ол өзі рычаг тәрізді бізді көтеріп алады екен. Әсіресе осыған қатты мән беріңіздер. Егер қыздар біз ауыр жүкті немесе баланы бүкірейген осындай арқамен көтеретін болсақ, ол кезде омыртқа аралық дисктердің зақымдалуын 20 есеге арттырады екенбіз. Және де айтып кететін маңызды мәселе, баланы көтергеннен кейін біз оны түзу арқамен ұстауымыз керекпіз. Бізде әдетте қалай? Баланы бүйтіп салып аламыз да, қисайып алып, міне, белімізді гиперлордоз қылып тастаймыз. Баланың 10-15 кг салмағымен ол омыртқа беліне үлкен салмақ түсіреді. Дисктердің де қысылуы осы жерде жылдамдайды. Алда қазір қалай дұрыс тұру екенін сіздерге айтатын боламын.